Саламатсыңдар ма студенттер? Мен негізгі аспап баян пәнінің оқытушысы Сансызбаев Жандос Бекзатұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы халық әні мәтінді талдау сол қол. Сабағымызды бастаймыз. Бүгін Беларусь халық әні перепелочка деген шағын шығармамызды алып отырмыз. Шығармамыз 2/4 өлшемінде ля минор тональдігінде жазылған. Түсінікті болу үшін шығармамызды басынан аяғына дейін ойнап берейін, жақсылап тыңдап алыңыздар. Шығарманы басынан аяғына дейін тыңдап алсақ, енді сол қолын жеке-жеке талдайық. Бұл халық әніміз басынан аяғына дейін 3 аккордта жүреді. Тоника, доминанта, субдоминанта болып. Тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Міне бірінші ля минор, тональдігі ля минорды болғандықтан ля минор аккордымен басталады. 1, 2, 2. Міне саусақты ауыстырамыз обязательно. Міне 2, 3, 2, 3, 2. 1, 2, 2. Одан кейін ре минор. 1, 2, 2. Одан кейін ми сет аккорд. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Дәл осы аккордтар қайталана береді басынан аяғына дейін. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Ми сет аккорд. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Соңына дейін міне осы 3 аккордты жақсылап осы саусақ қойылымымен жеке-жеке әр тактіге бөлек-бөлек отырамыз. Екі ре минор, осы жерде 2 ре минор. Тағы бір ре минор. Сосын ми сет аккорд. Ля минор. Қайта 2 ре минор. Ми сет аккорд. Бітеді осымен шығармамыз. Сабағымыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Осымен сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.